Тізімде Алматы жастары 2022 бойынша негізгі тізімге ілінген, яғни запростарыңызға, өтінімдерге жолдама направление деп ответ келген кісілер өздеріңізді 1000 адамның тізімінен тапсаңыздар, сіздердің келесі әрекеттеріңіз ол жеке кабинеттеріңізден направление скачать етіп алып, отбасы банктың өзіңізге жақын бөлімшесіне бару керексіз. Сізге ол үшін 15 жұмыс күні беріледі. 15 жұмыс күнінің ішінде отбасы банкке барып, өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді растау қажетсіз. Төлем қабілеттілігін растауға бізге қандай құжаттар қажет? Бірінші ол направление, екінші сіздің өтінім берген адамның жеке құжаты, жеке куәлігі, және егер сіздің отбасыңыз болса, жолдасыңыздың куәлігі оригинал түрде, түпнұсқасы және некеге тұрғандығыңыз туралы. Егер некеде болып ажырасқан болсаңыз, некеден ажырасқан туралы, некенің бұзылғандығы туралы куәлігіңізді апарасыз. Егер жолдасыңыз қайтыс болған болса, оның қайтыс болғандығын растайтын құжатын апарасыз. Және қанша балаңыз бар, бір бала болса, бір балаңыздың туу туралы куәлігін, бір емес бірнеше болса, әрбір баланың туу туралы құжатының түпнұсқасын, оригиналын алып, отбасы банкке барасыз. Мына жерде жазылып тұр. Айлық табыс 7 ай немесе 13 ай. Бұны бумажный вариант түрінде алып барсаңыз да болады. Бұны жұмыс орныңыздан алып барасыз. Бұны қазіргі таңда отбасы банкке барған кезде сіздің иініңіз арқылы, сіздің құжатыңыз арқылы ол кісілерде доступ бар. Ол кісілер сіздің айына қаншаға пенсионға түсетіндігіңізді ол кісілер көріп отыра алады. Қанша айлық алатыныңызды ол кісілер электронды түрде мәлімет ала алады. Және зейнетақы аударымы туралы көшірмеге, выписка, тоже хабарлама, справка алатын болсаңыз, 6 немесе 12 айды таңдап алсаңыз болады ЕКОП порталынан. Бірақ сіздің айлық табысыңыз сияқты, сіздің пенсионкаға аударылған, зейнетақы қорына аударылған сіздің жарнаңызды да ол кісілер сіздің құжатыңыз арқылы, сіздің данныйларыңыз арқылы көріп отыра алады. Сондықтан да айлық табыс және зейнетақы аударымы туралы үзінді қағазды апару міндетті емес. Ең басты сіз өзіңіздің алған жолдамаңызды, өзіңіздің, жұбайыңыздың және балаларыңыздың құжаттарының түпнұсқасын алып барсаңыз болады. Сізге бұл барып, отбасы банкке барып, төлем қабілеттілігіңізді растауға белгілі уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде төлем қабілеттілігіңізді растайсыз. Егер растайтын болсаңыз, сіз өтіп жатсаңыз, айлық табысыңыз жетіп, сізге белгілі бір көлемде несиеге одобрение келіп жатса, сіз ары қарай үй іздеуге кірісесіз. Білеміз, Алматы қаласы бойынша Алматы жастары 2022-де 18 миллионға дейін қаржыландыру беріледі. Сіздің айлық табысыңызға қарай ол әртүрлі суммада болуы мүмкін. 12 миллион, 18 миллион максималды түрде, болмаса 15 миллион. Оның барлығы сіздің айлық табысыңызға байланысты болып келеді.